ғана естеліктер қалды да, сондықтан ұнайтын. Мен өзім ауылда өстім да, ал ауылдарда биік ғимараттар болмағандықтан аспан толығымен көрініп тұрады да, сондықтан бұлар аспанға қарағанды қатты ұнататынмын. Және де осыған қатысты бір факт бар. Егер біз аспанға күнделікті қарап тұратын болсақ, онда ол біздің көздерімізді тыныштандырады. Және де кез келген көздің қабынуы болады ғой, соларды емдеуге көмектеседі екен. Ол үшін тек аспанға ғана емес, теңіздерге де қарауға болады. Негізінен көк түсті бүкіл әлем бойынша біраз адамдар таңдайды екен да. Сол себепті де бұлар андай мультфильмдерде әсіресе басты кейіпкерлер болады ғой. Солар көк түсті киімде болады әдетте. Мысалы, черепашки ниндзя деген бұрын мультфильм болатын еді ғой. Содағы басты кейіпкердегі тасбақа бар еді ғой. Қателеспесем, есімі Леонардо. Соның көзіне тағатын повязкасы болып еді ғой, сол көк түсті. Бірақ маған черепашки ниндзяда күлгін түсті бар еді ғой, тасбақа, сол ұнайтын. Сосын менің сүйікті мультфильмдерімнің бірі «Как приручить дракона». Сол мультфильмнің екінші бөлімінде Песопик бар ғой, соның көк түс болып жанатын. Сол кезде есімде қара мен көк түс әдемі келіседі деп ойлайтын. Шын айтқанда, негізі қара түс пен көк түс әдемі келіседі. Негізінен қара түс басқа түстерге көк болсын, қызыл болсын, сол түстердің жаңағы сұлулығын одан бетер сұлу қылып көрсететін сияқты. Реңгін ашады. Міне осындай мультфильмдарда мысалы көк түсті жиі қолданады. Мен сол себепті деп ойлаймын, бірақ негізінде білмеймін. Келесі бізде көк түс негізінен ең қымбат түстердің бірі болған екен. Өйткені ол лапис лазулиден жасалған екен. Лапис лазули ол андай тас. Мен бір драмада сол туралы айтқан болатын. Жалпы көк түс туралы айтқан сол кезде, және де лапис лазули туралы. Маған негізі мен өзім мультфильмдерді, драмаларды көп қарайтын болғандықтан, соларда бір пайдалы информация болады ғой, сондайды жақсы көрем. Бірақ көбіне фильмдерде мифтер қолданылады. Яғни онда болып жатқанын айтып жатқанның бәрі шындық емес. Көбісі өтірік ойдан шығарылған болады. Сондықтан киноларға сене беруге болмайды. Егер жатын бөлменің қабырғаларын қою көк түспен боясаңыз, ол сізге тыныштық сезімін береді дейді. Және де жапондықтар өте ұзақ уақыт бойы жасыл және көк түстерді бір түспен атаған. Негізі бізде де солай айтады ғой, көк шөп деп. Сол сияқты болған ғой бұрын. Егер көк түс адам ағзасына ұзақ уақыт бойы әсер етсе, қысым қалыпқа келеді. Адам ауырғанда оған көк түспен байланыс орнатқан дұрыс дейді. Егер мысалы бір ауырып қалсаңыздар, көк түспен байланыс орнату керек
түсті киім кисеңіз, сіз өзіңіздің айқын ұстанымыңызды және достық қарым-қатынасыңызды көрсетесіз, дейді. Мен анда тағы бір факті болған, әйелдер көбіне көк түсті киім алады деп, өйткені көк түс ер адамдарға ұнайды деп. Ол фактінің арасында болғанымен білмеймін, біртүрлі келісе алмадым да, негізі оны қосқан жоқпын мен. Өйткені мен өзім қыздар арасында өстім да, және де біреуі киімді біреуге ұнау үшін алған емес, тек өздері ұнатса, өздеріне жараса, солай деп қана таңдап алатын. Сондықтан білмеймін, біртүрлі сенімсіз факт болып шықты мен үшін. Бәлкім бірақ көбісі солай таңдайтын да шығар. Бірақ меніңше ол негізінен дұрыс емес та. Ең алдымен өзін ұнатуың керек қой. Өзін ұнатсаң басқалары да ұнатады. Және де көк түсті киімді тек ол себептен ғана емес, андай джинсовый киімдер шыға бастады ғой. Соған байланысты да алады екен, өйткені көк түс жаңағы джинсылардың түсімен сәйкес келеді да. Сол себепті де көк түсті киімдер көбірек алынады. Және де көк реңк кеңістікті кеңейтіп, уақытты баяулатады дейді. Яғни сондай сезім туады іштей. Сол себепті де андай кеңес береді, көк түсті бөлмеде отырып жұмыс істеуге. Өзі бір жағынан тыныштандырады, бір жағынан уақыт асықпай өтіп жатқандай болады да, жұмысыңызды сонда жақсылап істей аласыз. Көк көздер сирек кездеседі. Бұл түске жауапты ген шамамен 10.000 жыл бұрын пайда болды. Көгілдір көздер ересектерде өте сирек кездеседі. Ал нәрестелерде өмірдің бірінші кезеңінде ғана кездеседі. Ең қызығы, көзде мүлде көк пигмент жоқ. Және де тағы бір мағлұмат, табиғи көк өнімдер өте аз, оларды тез санауға болады. Көгілдір түске боялған өнімдердің көпшілігі бояғыштарды қолданатын жасанды түрде жасалған компоненттер. Және де әлемге әйгілі Facebook компаниясының көк түсті екенін бәріміз білеміз. Оның себебі осы Facebooktың қалаушысы дальтоник екен. Масалар басқа түске қарағанда көк түске 2 есе көбірек тартылады. Сондықтан жазда көк түсті киім кимеңдер. Көктемде де. Үкілер көк түсті көре алатын жалғыз құстар. Feeling blue тіркесі қайғылы немесе бақытсыз сезіну дегенді білдіреді. Once in a blue moon көк айда бір рет деген тіркес сирек кездесетін оқиғаны білдіреді. Міне осындай деректер. Таптым мен көк түс бойынша қызық деген. Енді білмеймін, бәлкім мен негізі тағы басқа түстерге арнағым келеді видео. Өзім бірнеше түстерді де қойдым. Ол қара, жасыл, күлгін. Содан кейін көреміз, тағы басқа түстерге арнап жасаймыз ба, жасамаймыз ба. Әзірге осы. Ал комментарийға өздеріңіздің сүйікті түстер